Ballarga hoş geldin. Қонақ үйге орналасып болғаннан кейін балалар бассейнді көріп бірден суға түсеміз еді. Кейін кешкі асқа барып, одан кейін анимациялық шоуды тамашалауға бардық. Кешкі анимациялық шоуда Зереша тіпті моноциклға да отырып үлгерді. Біз дайындалдық завтракқа, өте ұзақ. Негізі мен баяғыда тұрдым, бірақ бәрі дайындаламыз дегенше қанша уақыт өтіп кетті. Таңғы асқа не береді екен көреміз. Мен әлі бізде таңғы ас болған жоқ. Кеше біз кешкі асқа бардық. Таңғы асты алғаш рет көрдіңіз және сіздерге де көрсету болады. Қайырлы таң. Кеттік. Жүріңдер көрсетейік таңғы асты. Мен ойымша барлығы шетелге барғанда осылай жасайды. Әрбір тамақтан астап аламыз, дәмін көреміз. Келесі келген кезде не алатынымызды біліп дайын болып бару үшін. Сөйтіп қыздар суға түсіп, демалып, ойнап болғаннан кейін біз номерға оралдық. Мен киімдерді жуып алдым. Сөйтіп біз Mall of Qatar деген жерге барамыз деп шештік. Лифт, мінекей, все в сборе. Қыздар, ну-ка покажите. Түрлерін көрсетіп жердім. Зерешка да қандай әдемі. Ұлжатай. Не деген жұлдыздар. Масқара. Сарочка бізде естественная красота. Сарочка носки. Қалай? Керем. Рахат папаларға, ничего не надо, просто жуынды и уже красивые. Келді, қазір отырамыз. Hello. Біз Mall of Qatar деген жерге келдік. Әдемі мол. Ол жақтында өзімнің байқасам символы ретінде, мына Катардың символы негізі бір құс, сокол ма, қайдысы демеймін. Бірақ мына жерде турналар екен. Ал тұрған турналар. Зерешканы оятып алдық. Таныстар қандай әдемі мол. Күшті екен. Болды, қазір Brand барамыз. Көлік алдық. Арендасы қанша шықты? 35 взял. Примерно 5 мың теңге ғой деймін. Бір алып жазып бақыды, 135 теңге. Шамамен 5 мың теңгеге осындай. 2 сағатқа, иә? Brand барлығы араб мемлекеттерінде бар, қателеспесем. Бұнда неше түрлі бренд бар. Puma, Michael Kors, Adidas, Reebok бәрі бар. Және де дисконт центр десек те болады, күшті бағада. Ал енді номерға барғасын распаковка болады. Иә. Бір чемодан алу керек сияқты ғой, бізге тағы да сыймайды. Муму сол дүкеніне келдік. Бұнда өте көп неше түрлі заттар бар. Біздің мини сол сияқты ғой. Содан бірнеше заттар алдық. Қыздарға естелік және де балаларға ертең ана көлге барып ойнайтын ненің Персидский заливтің жағасында құммен ойнаймыз, соған заттар алдық. Қайтып келсек, осындай Пикачу жүр. Бара ғой, қызым. Бер қолыңда. Жерде бір пицца
пиццаны таңдап сыртып алуға болады негізі. Наггетсы мен фри күнде болады балаларға, бірақ мен бүгін алдыртпадым. Бүгін тағы да көфте болды. Картошка жейме, макарошка жейме өзі біледі. Тереша бірақ арбуз жеп жатыр. Тереша, арбузды сосын жейміз. Олжатай. Привет, ты молодец, Джамс. Біз номерімізге қарай барайық. Бүгін біз шопингқа барып келдік, және де менде қазір анпакинг болады. Ұзақ болатын сияқты ғой, я былай қарасам. Наверное, не зря все притащила. Гидрофильное масло нужно, мицеллярный суырам деп. Кішкене ескіріп қойшы, тишине чуть-чуть. Қайда бара жатырмыз? Таңғы ас ішіп алдық мына жақта. Жағажайында мындай міне холодильник бар. Өзіңізге су ала саласыздар. Мұздай су емес, қараңыз, күшті салқындатылған жай ғана. Жағажайда орын жоқ. Өйткені жағажай үлкен емес. Таңғы асқа бара жатқан кезде бірден алып қойдық орынды. Келеріс SPF крем жағып жатыр қыздарға. Енді күйіп кетпесін деп жатыр сендерді. Дерешка, мініп бара жатырмыз. Қорықпайды. Дереша байқа. Ұлжан да, әкесі қай жаққа қарайтынын білмей жатыр. Мен Бексұлтан екеуміз тамақтануға өзіміз келдік. Таныстарымыз бізге рация берген болатын. Егер балалар оянып жатса, олардың жанында да рация бар, өздері айтады, біз осындай ояндық, алып кетіңдер деп. Номерде жатыр, қазір Зерешка ұйықтап жатыр, Ұлжатай да ұйықтап жатыр. Алып келуге, оятуға аядық, сондықтан біз тек Сарамен келіп отырмыз. Тамақтануға өзіміз. Молға, я? Мини-Венеция. Мини-Венеция. Көрсететін боламыз, қазір барлығын көріңіздер. Макияжым. Артағы шу. Түф, шіркін. Легкий это где с тональной основой. Welcome to Village Mall. Бір бөлек қала ғой. Жанталасып, мына жерге асығып келсек, күн батып кетеді деп сөйтсе, бұл аспан неге барлығында бірдей деп ойлаймын. Видеоларда, фотолар сөйтсе, бұл жай ғана имитация екен. Кейін қараңыздар, кәдімгідей бөлек бір қалашық сияқты, қалай жасалған керемет. Мы просто в шоке. Әкесі кетті бізге билет алуға, гондолаға отырамыз қазір. Құны адам басына 10 реал екен. 2,5 жасқа дейінгі балаларға отыруға болмайды, яғни Сарочкаға отыруға болмайды. Кезектесіп отырамыз деп шештік. Қазір әкесі бірінші Ұлжанмен отырады, ал мен Зеремен отырамын. Зерешка, отырасың ба анаға? Қорықпайсың ба? Зереша қорқам деді, соны отырмайтын болдық. Енді папасымен Ұлжатай отырады. Ұлжан! Ана күшті. Зерешка! Қайтып келе жатыр біздікілер. Ұнаған сияқты ғой. Ұлжатай риза. Италиядағыдай ән айтпайды. Гондольер дей ма? Гондолды жүргізетін адамды. Олар енді ән айтпайды. Әкесі Зерешканы уговаривает отырсын деп. Зереша көнбей жатыр. Зерешка қорқса да жылап отырды. Естелік болып қалсын дедік. Мынаған қараңыздаршы, қалай әдемі жасалған. Керемет, мына Венеция сияқты. Вау!
барлық дүкендерді аралап, иә. Ау жаным. Қазір көреміз қандай магазин екенін. Ойыншықтар дүкені бар деп әкесі айтып көндірді бір нәрсе қылып. Иә, ұнады ма саған? Әдемі екен, иә? Ал қайтып келе жатырмыз. Айғай шумен кеткенбіз, мына адамдар ойлап тұрған шығар. Түк болмағанда келе жатыр екен. Біз бүгін ужинымызды ауыстырдық, сказқа сөйтіп сказ ішіп алдық. Енді мен ужинді осы жақтан бірақ ішеміз и сөйтіп номерға қайтатын боламыз. Ужинға бізге әкесі целый үлкен бір пакет тамақ алды. Қоймасы қарамдан қараңыздар. Көрдіңіздер ма қаншалықты үлкен екенін? Бір бокс, екінші бокс деп мінекей соктары. Вот так. Опа! Ал тойып алайық барлығымыз. Детский бокстан бір ойыншық шықты. Көрейік қандай ойыншық. Не ол? Лев арыстан ғой бұл. Виладжодан оралдық. Шаршадық. Қазір тынығатын боламыз. Бәлкім сырттағы бір балаларға арналған анимациялар болады. Соған шығып қалармыз. Өте жақсы күн өтті. Енді ертең Құдай қаласа жаңа локация біз ұлттық музейге барамыз ба деп жоспарлап жатырмыз. Өте әдемі деп айтып жатыр. Архитектурасы күшті дейді. Құдай қаласа соған барып қалармыз.